Сәлем менің көрермендерім. Мен сіздерге жаңғақ құрма өріктен жасалған тәтті кәмпиттің жасалу жолдарымен бөлісемін. Құрма, өрік, жаңғақ дәруменге бай жемістер, пайдасы көп, қант көбейтеді, жүректі қуаттандырады, еске сақтау қабілетін жақсартады. Осы жемістерді жеп тұруға кеңес беремін. Жаңғақты алдық, екі бөліп саламыз, жақсылап ұнтақтаймыз. Миксердің көмегімен аппақ етіп бірінші жартыны уақтап ұнтақтаймыз. Міне ұнтағымыз әзір. Екінші қалғанын салып, оны кішкене көп ұнтақтамаймыз. Міне екі бөліп миксердің көмегімен ұнтақтап болдық. Енді шоколадты ерітеміз. Газге су қойып, су солдың ішіне салып қоямыз. Шоколадымызды оттық. Газде суымызды соның үстіне апарып қойдық шоколадты. Енді өрігімізді салып, тоже ұнтақтаймыз. Миксердің көмегімен. Оның үстіне құрмамызды салдық. Ішіндегі шаттауық дәнін алып тастадық. Бәрі жуылы таза тұрған. Өрігіміз де, құрмамызды да жуып тазартып қойдық. Суын сорықтап, сосын миксердің көмегімен ұнтақтадық. Осы орехімізді бана уже ұнтақтадық қой, соның үстіне салып, өрік пен құрманы. Енді соны араластырамыз осы орешкеға орап. Орешкеге араластырып, перчатканың көмегімен, аты қолымызға жабысып қалады. Шарик жасаймыз, дөмелақтап, уақтап, шағындау етіп. Араластырып атырық жақсылап, бәрін дұрыстап. Орешкенің бәрі, ұнтағымыздың бәрі жабысып, араласу керек. Жақсы жабысты, бәрі бірікті. Енді дөмелақтап, шарик етіп қоя береміз бәрін. Таскамыздың үстіне. Шоколадымыз ерулі әзір тұр. Шариктеріміз жасап болғасын, жаңағы шоколадқа орап, домалатамыз. Қасықпен, шанышқының көмегімен араластырып атырмыз. Осылай тәрілкемізге саламыз. Тәрілкенің үстіне қағаз салуға да болады. Бәрін жақсылап, сөйтіп шоколадқа араластырып, домалатып, дізіп қоя береміз солай. Қасықпен, шанышқының көмегімен. Жасап болдық. Енді холодильникке қоямыз бір жарты сағатқа. Қату керек та шоколадымыз. Міне қатты, бәрі әзір, міне керемет, ортасын жарып қарадық.